ждать, и пылаем темпы, сыном на старом, волошадно раздержи. Это делает фильм, а ты мне роман, гальпы, вроде то устался май. Рапница хан, что за беспечно шандал, бэмзи, все беременный, не делается халат, не делается халат. Wrong to the back, pretend to bad society. I'm banishing myself, driving on the ferry. I'm not coming back, I'm going to school forever. The last mile to where I hate my days. Spend on the lesson where I got the base. I thank all the teachers that put a lot of effort for our knowledge study. In the road effort in school, I'm leaving you remember my name. I appreciate that I got the right way. I'm whispering goodbye, I return for the completion. I'm now getting out, I can take my hand with me. Oh, close, how did you do? Put the disclosure on the flame, it's over that protection, I'm washing you, come on, look at us. After the minute, oh, what's the news, my position, what's the problem, not the past. Push you to the earth, come on, put it in, you're gonna have to run the past, wash your tears. I'm ready to finish, and you can take your rule, the maximum. Tôi mong khi nơi giữa khói vàng trái vào
логикалық сұрақтарды жаңғақтай шағатын жігіт. Абдуллин Талғат. Мира мұхиттың ар жағына барып, білімге құштар қазақ жігіті қандай екенін таныстырып келген өте білімді спортшы. Ақшанов Мира. Домбырашы, саксофоншы, сұлу да сарбаз, бір сөзбен айтқанда 8 қырлы, бір сырлы. Рустамды ортаға шақырайық. Баякенов Дастан өте сыпайы, өте қарапайым, атақты сыншы, болашақ ірі бизнесмен. Бекбауов Дархан салмақты, кішіпейіл, сөзге шешен. Дархан мағзам, үнемі жүзінен күлкі кетпейді. Ақ жарқын, ақ көңіл өте тамаша жын. Мағзам Гуляленко Евгений, дважды призер Республиканской олимпиады по казахскому языку. Олай болса ортаға Евгенийді шақырайық. Айдос 16-ға келсе де әлі бала мінезді. Әрқашанда көңілді жүреді. Досынан көмекке әрқашан дайын, өте сенімді жүреді. Байдосов Саман өте еңбекқор, адал дос, жұмсақ мінезді, үлкенді сыйлай беретін, ата-анасының өте үлкен мақтанышы. Самат Керман. Енді ортаға Жарқынбек Иззат. Қарапайым, еңбекқор, мейірімді, күлкісі сондай сұлу. Әділхан домбырашы, сері жігіт. Амантай Талғат өте мәдениетті, еңбекқор, шахматшы, домбырашы, спортшы, бір сөзбен айтқанда 8 қырлы бір сырлы азамат. Талғат азамат үнемі соңғы сән үлгісімен киінеді. Сымбатты, сұлу, сері жігіт. Қанатбек азамат. Қауықбай Берік, қарапайым, еңбекші, қазақ тілі олимпиадасының жүлдегері, ақкөңіл жігіт. Рүстем, ақжарқын, ұзын бойлы, қыздардың жүрегін жаулап алатын сал жігіт. Қожықов Қазбек, домбырашы, жеке өз пікірі бар кеңесші, қараторы сұлу жігіт, әкесінің ізбасары. Масали Ержан көп сөйлемейді, бірақ көп іс тындырады. Керек білімді салмақты жігіт. Нұрғали Талғат салмақты, ақылды, биязы, ой-өрісі дамыған ұлы математик. Оспанов Дастан әділдікті қолдайды. Шындықты шыңғырып тұрып айтатын азамат. Футболдан лицей командасының әйгілі қақпашысы. Оспанов Ержан сыпайы, қарапайым, ақыл-ойы терең, білімді жігіт. Есіне орағанда белгілі. Константин очень скромный, очень хороший юноша. Сатыбалбек Асқар салмақты, ойлы, салқынқанды, өте әдепті жігіт. Астана қаласының әр мектебіне таныс компьютер олимпиадалардың жүлдегері. Тоқсабай Асқар сыршыл, сенімді, тұйық, салмақты, болашақ сенімді отан қорғаушылардың бірі. Азамат Шайықов Азамат ағылшынша судай ағыза сөйлейтін, көп оқитын, көп білетін, білімге құштар, ізденгіш, өзінің білімін шетелдерде жалғастырғысы келетін азамат. Қол соғып қойыңыздар. Олжас, Алтыбай Олжас, әкесі атақты домбырашы.
Бірақ домбырашы болғанмен әке жолын қумай, білім жолын қуған, өзі қуша, өзі сыр мінезді әдем жүреді. Атбасы қалған, киелі Атбасар жерінен шыққан, ата-бабасының жақсы қадір-қасиеттерін бойына сіңіре білген мәдениетті жоғарғы азамат. Ғалым Ахметбеков ғалым, аққұба, ұзын бойлы, сұлу да сер жігіт. Дмитрий, бессменный помощник математиков. Ривка, спортсмен и просто хороший человек. Досали, дәулет, білімден құштар, көп оқып, көп білетін жігіт. Ерік, Кеукенов Ерік өте мәдениетті, мейірімді, кішіпейілді, қайырымды, болашақтан үлкен үміт күтіретін азамат. Нұрали, жылы жүзді, ашық, адамға жақын, өз пікірін ұстанатын, бір сөзбен айтқанда қайтпайтын қайсар жігіт. Қасенов Олжас, қарапайым, көп сөйлемейтін ұян, ішкі пікірімен ешкіммен бөліспейтін ерекше жігіт. Мұрат, Қатыбай Мұрат, болашақ тыныштықты қорғаушысы, ақ жарқын, ашық мінезді, турашыл жігіт. Атына зат сай бауыржан, достардың ортасында сыйлы жігіт, кішіпейіл, білімді, ой өрісі кең, мақсаты биік, ата-анасының айрықша сүйікті баласы. Дәуренбек, білім қуғаннан гөрі ел өмірінің тыныс тіршілігі толғандырады. Қарапайым ауыл баласына лайық жігіт. Мартинов Тимур, мәдениеті өте жоғары, сезімтал, музыканың қатты сүйеді, сұлу жігіт. Ерсайын, білімі жан-жақты, көп ізденгіш, 21-ші ғасыр көшбасшысының апталық жеңімпаз